Баршаңызға сәлем магистранттар, сіздермен бірге магистратура тестісіне дайындалуды одан әрі жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дайындалатын пәніміз ол қазақ тілін оқыту әдістемесі. Сіздердің назарларыңызға мен 2022 жылда магистратура тестінде келген сұрақтарды жауаптармен ұсындым, дайындадым. Бұл видео сабақты көрмес бұрын ең алдымен менің арнама тіркеле кетіңіздер. Ол үшін подписаться деген сөздің үстін басыңыздар, және де өзге де магистратура тапсырушы студенттермен менің арнамды бөлісулеріңізге болады. Өйткені бұндай сабақтар одан әрі жалғасын табады, және де ертең нағыз магистратура тестілеу кезінде көп көмегін тигізеді деген үміттемін. Сондықтан менің арнама міндетті түрде тіркеле кетіңіздер, жаңа сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Енді біз бүгінгі сабағымызды, яғни тест сұрақтарын талдауды бастайтын боламыз. Бірінші, дыбыстардың ерекшелігін байқатуда қолданылатын әдіс. Олар жауабы салыстыру әдісі, ауызша баяндау әдісі, дыбыстау әдісі және де фонологиялық талдау. Лексиканы оқытудағы диахрониялық принциптің мақсаты. Жауаптары: сөздің тарихын түсіндіру арқылы мағынасын анықтау, лексикалық мағына мен грамматикалық мағынаны қатар қойып салыстыру, салыстыра түсіндіру және сөз мағынасын түсіндіру. Кейінгі кездері сөз тіркесін зерттеген ғалымдар: Балақаев, Сайрамбаев, Шалабаев. Сабақты жетілдіру жолдары. Жауаптары: Ахмет Байтұрсыновтың ұстанған ұстанымы: жеңілден ауырға, жайдан күрделіге, саналылықпен білім алу және оқушылардың өз бетімен іздене білуі. Оқыту үрдісін ұйымдастырудағы жетекші рөл: мұғалімге тән, оқытушыға тән және ұстазға тән. Оқытушының дүние танымын кеңейту мақсаты. Жауаптары: білімділік, дарындылыққа баулу, қабілеттілігін арттыру. Қазақ тілін оқытуда пресс-конференция ұйымдастыру. Сөз жасамды оқытудағы өздік жұмыстарға қолданылады. Синтаксистік оқытудағы негізгі әдіс. Жауаптары: синтаксистік ережелер жаттау, синтаксистік талдау және сөйлеу мүшелерін ажырату. Тіл дамыту ұстанымы. Жауаптары: саналылық, теорияның практикамен байланысы, жаңа сөздерді меңгерту, синтаксистік талдау жасай білу және сөздікпен жұмыс, мәтінмен жұмыс. Келесі сұрағымыз 12-ші сұрақ. Тілді дамытудың негізгі компоненттері: дыбыс, сөз буын, екпін және жаңа сөздерді түсіндіру. Қазақ тілін оқыту құралдары. Жауаптары: сөздіктер, лабораториялық құрал-жабдықтар және тақта. Оқытуды ұйымдастыру формалары. Жауаптары: сабақ, дәріс, тестілеу. Сабақтың өткізілу техникасына қойылатын талаптар. Жауабы: сабақта оқушылардың жұмыс істеуіне жағдай жасау, сабақтың қарқыны әр деңгейде болуы және сабаққа қатысты техникалық құралдарды пайдалану. Фразеологиялық тіркестерді меңгертуде оқушылардың белсенді оқыту әдістерін талдау шарттары. Жауаптары: жан-жақтылық, білім, іскерлік, дағды және ұйымдастыру формаларының ерекшелігі. Тіл дамыту жұмыстарын жүргізудің негізгі бағыттары. Жауаптары: сөздік қорды байыту, ойды байланыстыра мазмұндау, тілді байыту, білімді жүйелеу, мақсатқа жету, ой қорытындысын шығару, пікір таласқа түсу, әдеби тілді, тіл мәдениетін меңгерту. Оқыту тапсырмаларын жоспарлауда ескерілетін жағдай.
оқулықта берілген жаттығулардың толық қамтылуы, материалдың көлемі, оқушылардың жас ерекшелігі. Міне, құрметті студенттер, мен назарларыңызға қазақ тілін оқыту әдістемесінен тест сұрақтарын жауаптарымен ұсындым. Видеоны соңына дейін көрдіңіздер деген ойдамын, және де міндетті түрде жазып алыңыздар, және зерттеу жұмыстарын жүргізіңіздер бұл сұрақтарға. Және де тағы да қайталап айтамын, магистратураға тапсырушы, тест тапсырушы студенттермен менің арнамды бөлісе отырыңыздар, және де менің арнама міндетті түрде тіркеле кетіңіздер дегім келеді. Өйткені магистратура тестінің басталуына өте санаулы күндер қалды, және дәл магистратура уақытында мен өте қажетті ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, менің арнама тіркеліңіздер және бөлісіңіздер дегім келеді. Және де мен ұсынған видеолардың барлығын соңына дейін көріңіздер дегім келеді. Ал баршаңызға сәттілік, барлық студенттерге мен жоғарғы балалы еліміздің жоғарғы оқу орындарының магистранттары атануына шын жүректен тілектеспін. Баршаңызға сәттілік, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.